Умар ибн Абдул-Азиз деген халифа болған, мысалы. Әділетті халифа, 4 халифадан кейінгі тарихта 5-ші халифа деп ғұламалар дәрежесін көтеру үшін сөйтіп айтады. Міне сол Умар ибн Абдул-Азиз қасында қызметшісімен осындай мешіттен өтіп баратады түнгі уақытта. Сөйтіп мешітте өтіп баратқан кезде бір ұйықтап жатқан адамның аяғын басып қалады. Сосын ұйықтап жатқан адам аяғы ауырып кеткен кезде, «Мәжнунун анта, жындысың ба сен?» дейді. Сонда Умар ибн Абдул-Азиз халифа ғой. «Ля» деп өтіп баратады. «Жоқ» деп. Ана қасында қызметші енді қасында жүрген айтады ғой, әміршіге андай сөз айту деген бұл бірдеңе айтпайсыз ба ары қарай деп. Сонда Умар ибн Абдул-Азиз айтады: «Жоқ, ол тек сұрады ғой, сен жындысың ба?» деп. «Мен жоқ» дедім. Нақты тарихи оқиғалар. Көрме, ілгіздемейді ол. Егер әрбір сіздің хақыңызға тиісіп тұрған жерде бүйтіп тұра берсең, ол ештеңеге жетпейсің ол жерде, болды. Дәрежең түсіп кетеді ол жерде. Сондықтан сіз Алланың кісісіз ғой. Сол нәрсеге үйрену керекпіз. Қазір біз тәрбиелейді. Көшеде көлікпен келе жатқан кезіңде де біреу келіп алдыңызда буып өтіп бүйтіп біреу өте шығуы мүмкін. Альхамдулилля деп қойыңыз. Болды, керек емес сізге. Сіз жүйкеңізді күнә жасап қойған күні, неге мен мына күнәні жасадым деп соған тоздырыңыз жүйкеңізді. Сіз басқа біреуді нең бар? Саған керек қой ол жүйке әлі. Балаларыңды тәрбиелейсің, өмір алдыңда. Нең бар сен әрбір неткен нәрсеге, оқиғаларға іліге беріп, жүйкеңді тауысып, сөзіңді тауысып, көзіңді, эмоцияларыңды, әжімдеріңді көбейт. Не керек ол? Көлік өтіп баратыр ма, өтіп өте шықты ма, болды. Альхамдулилля, басың аман болсын, шайта өрдеңіз. Болды. Ешкімге нетпей қойыңыз. Өтіп, нетіп, күллі нәрсеге түсесіңіз. Көрдіңіз ба? Өйткені афу деген нәрсе, құрметті жамағат, ол құдіретің жете тұра. Көрдіңіз ба? Құдіретің жете тұра, одан кек алуға, оған айтып тастауға, оны жазалауға құдіретің жете тұра, түсе салу хақына. Бұған жететін нәрсе жоқ. Өйткені бұндай қасиетті Алла Тағала жаңағы афу деген қасиетті өзінің сипаттарының ішінде баяндады.